Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасауға болатын мохитоның құрамымен бөлісемін. Ең алдымен бізге керекті заттар: бір дана апельсин, бір дана лайм және де мята, қант керек. Апельсин мен мятаны төрт бұрыштап турап аламыз да, оны бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне мятаны видеодағыдай шырыны шығу үшін қолымызбен қысып, осылай сығып шырынын шығарамыз. Содан кейін қантты үстіне сеуіп, шанышқаның көмегімен шырынын шығарамыз, жаңағы цитрустардың. Сонымен қатар біздің қантымыз да еритін болады. Шанышқы мен цитрустардың шырыны шыққанға дейін, қант езілгенге дейін араластырамыз. Және де оның үстіне 100 граммдай қайнап тұрған ыстық суды құйып, тағы да араластырып жібереміз. Міне достар, біздің сироп дайын. Магазиндегі сироптан ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмі де дәл сондай. Енді дайындап алған сиропты кувшинға құямыз. Келесі 1 литрлік газдалған минералды суымызды жаңағы сироптың үстіне құямыз, барлығын, және де жақсылап араластырамыз. Достар, минералды газдалған сусынның басқа да фирмасын қолдансаңыздар да болады, сарыағашты. Және де минералды судың орнына спрайтты қолдансаңыздар да болады. Дәмі өте керемет шығады. Міне достар, біздің үй жағдайында дайындалған мохитомыз дайын. Егер сіздер суық қып ішкілеріңіз келсе, үстіне мұз қолдансаңыздар болады, өте керемет болады, жаздың ыстығында әсіресе. Қараңыздар достар, мохитоның түрі қандай болып шықты, я? Ақшыл жасыл болып шықты, өте керемет, дәмі де керемет. Достар, осы рецептпен жасап көрулеріңізге болады. Дәмі өте керемет болып шықты.